Саламатсыңдар ма оқушылар? Математика сабағымызды бастаймыз. Жанды табиғат бөлімі. 4-ші сабақ. Күн райының адам өміріне әсері. Сабақтың тақырыбы 3 таңбалы сандарды ауызша қосу және азайту. Оқу мақсаты 3 таңбалы сандарды оқу, жазу және салыстыру. Балалар, мынау видеоны тамашалайық. Аға, үйге көбелектер кіріп кетіпті. Вики! Тиме! Біздің Викимен ойнағылары кеп кіріп кеткен шығар? Жарай, ұнаса ойнай берсін. Алматыда аздаған жел тұрады. Күн бұлттанып, жауын шашын болады. Ауаның температурасы күндіз 18-20, түнде 10-12 градус жылы болады. О, бүгін жауын жауат деп жатыр. Ал аспан шайдай ашық. Қазір ашық болғанымен, біраздан соң жауатын шығар. Синоптиктер айтса жауат. Үш таңбалы сандарды ауызша қосу және азайту тәсілдерін және қосудың тиімді тәсілдерін жалғастырамыз. 342 санына 8 санын қосатын болса, яғни біз тиімді тәсіл ретінде бағандап қосуды аламыз. Бағандап қосу барысында бірлігіне бірлігі, ондығына ондық сандар, жүздігіне жүздіктер қосылатынын білеміз. Олай болса, 342 санын бағандап қосып көрейік. 342 қосу 8. Демек, мұнда біз бірлігі 2, 2-ге 8 санын қосамыз. 2-ге 8 санын қоссақ 10 болады. 10-ның нөлін жазамыз, бірі ойда. Демек, ойдағы бір сан ондыққа қосылатынын білеміз. 4-ге ойдағы бір санын қоссақ 5 болады. Ондыққа қосылатын сан мұнда жоқ. Демек, ондық өзі келіп түседі. Сонда 350 деген сан шықты. Демек, мұнда 342-ге 8 қоссақ 350 болатынын байқадық. 3 жүздік, 4 ондық, 2 бірліктен құрастырылған. Келесі, 350 санынан 8 санын азайтуды ұсынамын. Тағы да бағандап азайту. 350 санынан 8 санын азайтамыз. 350 санының бірлігі 0-ге тең. 0-ден 8-ді азайта алмайтынымыз анық. Сондықтан біз ондықтан қарыздап аламыз. Ондықтың бірін қарыздасақ 4 қалады, я? Бірін қарыздайық, мұнда бүтін ондық болады. Бүтін ондықтан 8-ді алсақ 2-сі қалады. 5 санының ондықтың бірін қарыздап алғандықтан 4-ті қалады. 3 жүздік. Ол жүздік өзі қалпында түседі. Демек, 350 санынан 8-ді азайтқанда 342 болады. Түсіндік. Сандардың моделін жаз. Жүздіктер үшбұрышпен бейнелейік. Ондықтарды шаршымен белгілейік. Бірліктерді шеңбермен белгілейік. Олай болса, балалар, 100 санының, 220 санының,
324 санының 545 санының моделін жазып көр. Жарайсыңдар балалар. Дұрыс жазды деп сенемін. Келесі кезекте мәтінге есеп берілген. Мұқият тыңдаймыз. Тәжірибеде метролог бір жылда 240 болжам, ал көмекшісі одан 115-ге кем болжам жасады. Олар жыл бойы қанша болжам жасады? Мәтінде есепті орындау барысында ең әуелі шартын құруымыз қажет. Шартын құру барысында сөздерді қысқартып белгілеуімізге тура келеді. Тәжірибеде 240 болжам негізгі метрологтың жұмысы. Көмекшісі белгісіз, одан 115-ге кем болжам жасаған екен. Ал екеуі бірігіп, бір жылда қанша болжам жасағанын тағы да білуіміз керек. Ол үшін ең әуелі 240 санынан 115 санын азайтамыз. 240 санынан 115 санын азайсақ, 125 болады. Бұл көмекшісінің жыл сайынғы болжаған болжамының саны. Мұнда бағандап орындау тиімді тәсілі көрсетілген. Ал екеуі бірігіп жыл бойы қанша болжам жасағанын табу үшін 125-ге 240 санын қосамыз. Демек, негізгі метролог 240 екені белгілі. Оның көмекшісін біз 125 деп тауып алдық. Демек, 365 болжам жасағанын анықтадық. Жауабы жыл бойы 365 болжам жасады. Жарайсыңдар балалар. Үйге тапсырма. 12-ші бет 3-ші есептің әсін мұқият орындайтын боламыз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.